Қайырлы таң, құрметті біздің кішкентай бөбектер, көрермендер. Менің есімім Манат, жер жанаты Жетісудың тұрғынымын. Қазақ аналар дәстүрге жол бірлестігінің мүшесімін. Қазір сендермен танысып білісе отырып, әдемі қазақтың бір ертегісін айтпақшымын. Зерделі. Баяғыда зерделі деген өзі шешен, өзі білгір, өзі сондай текті бір азамат жігіт болыпты. Бір күні зерделі өзінің жолдастарымен ел аралап көрмекші болады, халықтың таныспақшы болады. Сондай мақсатпен шығып келе жатса, бір үлкен қарияны кездеседі. Кездесіп, сәлемдесіп, жөн біліскеннен кейін қария зерделіге: әкең Қазақбайды білуші едім. 3 түрлі бала туады. Бір бала әкесінен өте туады. Екінші бала әкесіне жете туады. Үшінші бала ол кері кете туады деген екен. Сен соның қайсысы боласың деп сұрапты. Сонда зерделі: ата, өте туған бала болатынымды алдындағы өмірім көрсетер. Ал мен кері кете тудым ғой деп ойлаймын депті. Сонда қария тағы бір сұрақ қойыпты: балам, өтірік пен шындықтың арасы қанша, өлшеп көрдің бе депті. Өлшедім, әке. Өтірік пен шындықтың арасы 4 елі деп құлақ пен көздің арасын өлшеп көрсетіпті. Сондай деп көз бен құлақтың арасындағы басыпты. Балам, ақыл кімнен шығады? Асыл неден шығады? Қанат неден шығады? Жанат неден шығады? Санат неден шығады? Оғаш қайдан шығады деп сұрапты. Соны білдің бе? Ақыл жастан шығады, асыл тастан шығады. Тату болса ағайын, бірі құйрық, бірі жал, қанат содан шығады. Қой терісін қорлама, жанат содан шығады. Өнерсіз болса бозбала, оғаш содан шығады, деп қарияға жауап берген екен зерделі. Қария риза болып зерделіні қасындағы жора жолдастары мен өзінің үйіне кеп қонақ етеді. Мал сойылып, керемет тамаша отырыс болады. Жақсы әңгімелер айтылады. Содан зерделі отырып бір кезде атаға сұрақ қояды. Ата, екеуіңіз қалай деп сұрапты. Сонда қария: екеу үшеу болды депті. Алсыңыз қалай, жақыныңызбен қалайсыз депті. Жақынымнан жауша жағаласып, жамандарша найзаласамын. Алсым араздасты. Тәттіңізбен қалайсыз? Балам-ау, тәттінің де дәмі азая бастады депті. Несиеңіз тие ме, ата? Зерделі тағы да сұрақ қояды. Сонда қария: жасымда берген несием қартайғандағы несібем екен. Үй тігіп, қымыз сапырып отырғаным соның арқасы. Қария мен қош айтысып, атқа қонған соң, бұлай шыға келе зерделінің жолдастары: зерделі, сенің бар сөзің жақсы болды. Бірақ атаға соңғы айтқан сөздеріңді біз түсінбедік қой, ол мағынасы не деген екен? Сонда зерделі былай деп жауап беріпті: екеуіңіз қалай дегенім, екі аяғың қалай, өзгеңнен жүріп тұрасың ба деп сұрадым. Ол кісі екеу емес, үшеу болдық дегені, таяққа сүйеніп жүремін, баратын жеріме жетуім қиын, сондықтан бара алмаймын деп жауап бергені депті. Ал енді алысыңызбен қалайсыз деп сұрағаным, ол көре аласың ба, көз жанарың қалай дегенім дейді. Қария алысты көрмейтін болдым деді дейді. Жақыныңызбен қалайсыз дегенім, тісіңіз қалай, тамақты дұрыс шайнай аласыз ба деп сұрағаным дейді. Ол: тісім жоқ, бұрынғыдай шайнай алмаймын. Тісім қалды. Сонымен 2-ақ тісім қалды аузымда. Сонымен арпалысып, шайнап жеймін деп налыды дейді. Тәттіңізбен қалайсың дедім. Дегенім, ол ұйқыңыз қалай? Түніңіз тыныш па? Жақсы ұйықтап тұрасыз ба деген сөз дейді. Ұйқым азайды деп жауап берді қария дейді. Несиең тие ме дегенім, балаларыңды күттің, оқыттың, жеткіздің, адам етіп өсірдің. Сонда енді олар сіздің сол еңбегіңізді бағалап, жақсылап қарай ма сізге деп сұрадым дейді. Қария: дұрыс тәрбиелеп, жақсы өсірген бала адамға қартайғанда бақыты мен бағы екен.
балаларымның өкпем жоқ, қызығын көріп отырмын. Осы алқып шалқып отырғаным осы берген несиемнің қайтары деп түсінемін деп жауап берген екен. Зерденің жолдастары оған риза болып, қандай тамаша сөздер. Сен өзің бізбен жастысың, бізбен құрдассың. Сонда қарияны көп сөздерден әлдеқайда озық жауап бергеніңе біз сондай ризамыз саған деген екен. Мен өзім жас болсам да, әкем Қазакен көп жасаған ғой деген екен сонда зерделі. Құрметті кішкентай балалар, балапандар, сендердің барлық өмірлерің алдыда. Сендер де қазір әке шешелерің, аталарың, апаларың бағып, тәрбиелеп, қазақ ұлты санасы жайлы тамаша небір ертегілер айтуда, көрсетіп отыр, тәрбиелеп отыр. Сонда ол кісілер өздеріне несібе жинап отыр, несие жинап отыр, иә, білесіңдер оны. Ал енді өсе келе, сендер сол кісілердің сол жақсылығын, осы тәлім тәрбиесін өздеріне беру үшін, түсіну үшін, әрине міндетті түрде үлкен кісілерге құрметпен, сыймен, балалық махаббатпен қарауға тиіссіңдер, қарғаларым. Ата-аналарыңды қалай сыйласаңдар, алдыларыңа сол келеді. Сондықтан үлкеннен ғибадат алып, жақсы білім алып, бата алған деген қазір сендердің алдыларыңда тұрған үлкен міндеттің бірі. Қазақ ата-бабаларымыз біздің өте керемет, тамаша жандар болған, текті, ақ сүйектер тұқымнан болған, және барлығы да елім, жерім, халқым деп біздің осындай тамаша заманда өмір сүруімізге барлық күш-жігерлерін салды, өз өмірлерін қиды. Соны кішкентай күннен бастап қарғаларым бағалауларың керек, саналарыңа құйып отыру керек. Өз тілдеріңді еш уақытта ұмытпай, өз тілдеріңді құрметтеуің керек. Айтады ғой, өзге тілдің бәрін біл, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген. Қазір біздің ең басты мақсатымыз сендерге, ал сендердің мақсаттарың өз ұлтымыздың тілін, дәстүрін дәріптеуге міндеттіміз балалар. Ана тілің арың бұл. Сондықтан оны жоғары қорғай біліңдер, сақтай біліңдер. Басқа тілдің бәрін үйреніңдер. Еш халық өз елінде, өз жерінде жүріп, басқа тілде сөйлемейді. Намысты болыңдар, намыстарыңды қорғай біліңдер. Намыс дегеніміз біздің имандылығымыз, инабаттылығымыз, тектілігіміз, білімділігіміз, ең бастысы үлкенге құрмет, кішіге ізет, және ұлы қазақ тілімізді құрметтеу. Көп рахмет балалар, зейін қойып тыңдағандарыңа. Нәтижесін шығарып ойланар деген ойдамын. Сендерден үміт күтетін апаларың, аталарың, және мен маңат апайларың.